Баршаңызға сәлем, бәріңізге қайырлы күн тіледім. Мен YouTube арнама 6-дан астам видео салмаппын, мен қайта оралдым. Бүгін сіздерге ең дәмді, өте керемет болып шығатын синнабон бүркелерін рецептімен бөліскім келіп отырмын. Бұл бүркелерге қосатын құрамдардың граммдарын, әрбір мөлшерлерін осы видеоның астында описанияда міндетті түрде қалдыратын боламын. Міндетті түрде неше граммнан қосатынын видео астынан қарай аласыздар. Ол үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, дрожж керек. Дрожж бізде құрғақ. Сіздер кез келген дрожжды қолдансаңыздар болады. Кез келген сұйық май және де бізде сары май және де сүт керек. Мен сол сүтте сары майды ерітіп және де үстінде суытып алдым. Үстіне жылы болу керек, ыстық болып кетпеу керек. Немесе сіздер сары майды бөлек ерітіп қоссаңыздар да болады. Сүттеріңіз жылы болғаны дұрыс. Суық болса дрожж көтерілмейді. Ыстық болса жаңағыдай дрожж күйіп кетуі мүмкін. Енді ең алдымен жұмыртқамызды және де қантымызды қосып, екеуін бір келкі болғанша, яғни бір келкі болудың маңызды емес, қант араласқанша бір араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте сұйық майымызды қосып, тағы бір рет араластырамыз. Және де сонымен қатар сүтімізбен де жаңағы сары майды да қосып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз. Және келесі кезекте енді дрожжымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды біз міндетті түрде ситырдан өткізе отырып, жайлап қосатын боламыз. Және де бір келкі жұмсақ қамыр илетін боламыз. Міндетті түрде ситырдан өткізу керек. Бұл сіздердің қамырларыңызды жұмсақ әрі жақсы көтеруіне өз әсерін тигізеді. Мінекей менде өте жұмсақ бір келкі керемет қамыр шықты. Жұмсақ болды. Және де оның фирмасына түріне қарай онда плюс-минус 50 грамм болады. Менде кішкене ұн қалып қалды. Сіздерде де қалуы мүмкін, немесе артық қосуларыңыз мүмкін. Сондықтан рецепттегі ұннан плюс 50 грамм, минус 50 грамм әрқашан ойнайды. Мінекей осындай жұмсақ, өте керемет болып шығу керек. Енді бұны тұндыруға бір 1-2 сағат көлемінде қойып қоямыз. Беті жауып, жылы жерде. Әркімдікі әртүрлі көтеріледі, яғни илеген қойға да байланысты. Мінекей менде 2,5 сағат тұрды. Осылай әдемі көтерілді. Қамыр бір келкі өте жұмсақ болды. Енді келесі кезекте мен қамырымды 2-ге бөліп алдым. Менде үлкен қамыр болғандықтан, егер сіздер үлкен қамырды жайып үйреніп қалсаңыздар, сол үлкен қамырды жая берсеңіздер де болады. Немесе сіздерге ыңғайсыз болса, дәл сол қамырды 2-ге бөліп аласыздар. Дәл осылай жайып, оны 4 бұрышты формаға келтіріп, оны енді осы 4 бұрышты формадан бұзып алмай, 4 бұрышты етіп жаюға тырысасыздар. Мен дәл осылай жайдым. Қалыңдығы бір 0,7-1 сантиметрден аспау керек. Енді мұнда менде коалиция және де қант екеуін бірге араластырып қосасыздар. Бұны көп қосу, аз қосу өздеріңіздің еріктеріңіз. Мен өзім орташа деңгейде қостым. Кейбіреуі жақсы көреді, кейбіреуі онша ұнатпайды. Сондықтан өз қалауларыңызша қоса бересіздер. Енді осылай жайлап, деңгейлеп етіп, ұзынша етіп ораймыз. Тоқтай, ашылып кетпейтіндей жақсылап орап шығамыз. Енді кезекте біз бұларды бір келкі етіп бөліну үшін жіппен бөлеміз. Жіп өте түзу әрі оңай кесудің жолы. Енді сіздер бұл жерде өздеріңіз білесіздер. Үлкен етіп кессеңіздер болады, немесе кіші етіп кессеңіздер болады. Орташа деңгей өздеріңіз білесіздер. Мен ешқайсысына қарамадым. Біреуін үлкен, біреуін кіші етіп, әртүрлі өлшемде кесе бердім. Өздеріңіз білесіздер.
Бұл ешқандай неге байланысты емес, үлкен кішісі ол сіздердің өз қалауларыңыз. Міне қараңыздар, бір кілкі көп күшті біліне салады, жеп ең оңай тәсіл. Пышақтан да оңай тәсіл ғой. Мінекей, мұнда менде бір 23-24 талдай шықты осы рецептен. Енді қызып тұрған пешімізде жақсылап пісіріп аламыз. Ал ол піскенше мен оның бетінде помадкасын әзірлеймін. Мен помадкасына сахарный пудра және де творожный сыр пайдаланамын. Сіздер басқа да кезделген помадкаларды қолдансаңыздар болады. Бірақ маған ұнайтыны осы, және де осыны өзім ең жақсы деп ойлаймын. Мінекей, менің білтелерім пісіп шықты, кішкене қатты қызарып кетті. Пеште кішкене бір 3 минуттай ұзақ ұстап қойдым, бірақ ештеңе етпейді. Енді осы ыстық күйінде помадкаларымызды жағып алатын боламыз. Міндетті түрде ыстық күйінде жағыңыздар. Суымай тұрып, ол жақсылап сіну үшін. Мінекей, мен осылай көптеп етіп жақтым. Сіздер көп жақсаңыздар болады, аз жақсаңыздар болады. Мен осы помадкасын көп болған ұнайды, сондықтан осылай көп етіп жағып қойдым. Енді осылай толықтай суытып алатын боламыз. Қараңыздар, қазір мына жерде қолыма жабысып жатыр. Суыған соң кішкене кремді кеуіп, қолға жабыспайтын болып қалады. Өте керемет, жұмсақ, тамаша болып шыққан. Дәмі дегенде өте тамаша. Міндетті түрде 5 шайына таңғы асқа жасап көріңіздер. Видео рецепті ұнаса каналға тіркелуді ұмытпаңыз.